Өзім мені өсірген, нұржақ ата ағапам, тезек болсам кешірген, айналайын жан апам. Айналайын, жаным, бал тілің, мен айналайын маған тақпаға арнап тұрған. Мен саған бір арнап өлеңімді айтып берейін. Сен маған өлең айтқанда, мен де саған бір өлең айтып берейін, балапаным. Күнде мені қуанышқа бөлеген, Айкөркем деген немерем, күндіз естен, түнде түстен шықпайсың, тәттісің, тәтті не деген жаным? Менің анама алған тақпаға деңізші. Иә, балапан. Менің анасы, бір дәулеттің баласы, өнері мен ақылы, бойында бар қарашы. Апа, ана, мен садикте бізге ана апайымыз мейірімді сөз айтты ғой. Мейірімді бол, балапаным. Мейірімді адам деген жүрегі таза болу, ақ болу, еті түзу адам болу керек. Жарайсың. А еще топта мейірімді бала кім деп іздедік. Сөйтсе ол кім екен? Сөйтсе ол бәріміз екен. Атон, сатон деп, мишөт деп өзінің қазақ тілінде неге шығайтып кеттің, балам? Ой, апа! Енді біз солай қазақша сөйлейміз ғой. Бала бақшада абаяды, бала да солай сөйлейді. Балам, сен орыс тілін араластырып сөйлеп отырсың ғой. Қазақта еще, потом деген сөз жоқ, балам. Соны біліп қой. Қазақша айтып отырмын ғой, значит ол қазақша. Қазақ тілінде значит деген де сөз жоқ, балам. Значит деген сөздің аудармасы демек деген сөз. Еще сонымен қатар потом содан соң деп аударылады, балам. Есіңде сақтап ал осы сөздерді. Ана тілің арың бол, ұятың боп тұр бетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деп, Қадыр Мырзалиев атамыз жырлағандай, ана сүтімен бойымызға дарған ана тілімізді құрметтеу біздің басты мақсатымыз, балам. Ана тілін ұмытсақ, халқымыздан да айырыламыз, балам. Осыны есіңде сақтап ал. Айша, ана, месіндегі ана туралы ән айтпейін ба? Айта ғой, айналайын. Айта ғой.